Мемлекеттің ақшасы деген түсінігі жоқ, салықтың ақшасы деген түсінік бар. Дұрыс айтасыз, иә. Қаржылық сауаттылық төмендеп бара жатыр. Халықты сол қаржылық сауаттылыққа шақыру керек. Ұлттық қордың жағдайы қалай? Қанша ақша бар өзі қазір? Аты шыққан бір белгілі адамдар болса артына сеніп жүре береді бізде. Халық сол жағына көңіл бөлу керек. Көлеңкелі экономикамен қалай күресіп жатсыздар? 27 триллионнан аса қаражат бар. 55 миллиард ақш долларын асып жығылады. Салық төлеу деген кез келген азаматтың борышы. Бұл конституциямызда, ата заңымызда көрсетілген. Тез байып кету, жеңіл жолмен ақша табу, сондай бір психология бар сияқты қазір жастардың көбісінде. Әрбір азамат өзінің салық төлеуіне көңіл бөлу керек. Неге бізде мынау әлгі пирамидаларға ұшырап ұрынып жатады, немесе бір қандай да бір алаяқтардың жетегінде кетіп жатады. Себебі ертеңнен қалмай Инстаграмға тіркеліңіз. Қарапайым халық осыны үнемі жеткізіп. Халыққа не керек нақты? Қазіргі кезде күйіп бара жатқан не бар? Соны бірінші істеу керек. Келешек ұрпаққа, келешек болашаққа қомақты қаражат қалдыруға әрине бел буып отырмыз. Армысыздар, Бақ.кз ақпараттық порталының оқырмандары, көрермендері, назарларыңызда Желмая жобасы және оның жүргізушісімен Мақсат Толықбай. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев Кенжебекұлы. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Армысыздар. Енді уақытыңызбен сұхбат беріп жатқаныңызға рахмет. Енді Ерұлан мырза, көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын коронавируспен күресіп келе жатқанымызға 2 жылға жуықтапты. Енді барлық саланы туралатқан білесіз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев күзгі жолдауында пандемия оңайға соққан жоқ, бірақ мына қордағы ақшаның сонымен еңсердік деді проблеманы. Бірақ енді соңғы жылдары бюджеттің жыртығын осы ұлттық қордағы ақшамен жамау жиілеп бара жатыр деп алаңдаушылық білдірді. Осыған байланысты сұрағым келіп еді, әңгімені осыдан бастасақ. Ұлттық қордың жағдайы қалай? Қанша ақша бар өзі қазір? Ұлттық қор енді өздеріңіз білесіздер ғой, біздің негізгі экономикамыз тұрақтандыруға бағытталған қаржының көзі. Ол жерде қазір 27 триллионнан аса қаражат бар. Егер де валюталық жағын алатын болсақ, бұл 55 миллиард ақш долларын асып жығылады. Әрине дұрыс айтасыз, былтырғы 2020 жылы өте ауыр болды. Бұл тек Қазақстан үшін емес, әлемдегі тараған індеттің кесірінен, содан кейін жалпы экономикалық кризис бар. Соның барлығы ауыр тиді. Сол кезде бір ғана дәлел келтіремін. Мысалы, былтыр біз коронавируспен, яғни індетпен күреске тек қана бюджеттен 1 триллионға жуық ақша бөлдік. Бұл өте қомақты қаражат. Әрине ұлттық қордың көмегі болмаса, ол жерде өте экономикаға да ауыр соғатын еді, және бюджетімізде орындалмайтын еді. Сондықтан біз былтыр тек қана кепілдендірілген трансферт көлемінде 4,8 триллион теңгеге жуық қаражат алдық. Әрине бұл енді жоспарланбаған нәрсе, аяқ астынан болған нәрсе, бұл қиын нәрсе болды. Оның бәрін түсініп отырмыз. Біз парламенттің алдында да, халықтың алдында да жауап берген кезде, есеп берген кезде осының бәрін ескеріп, дұрыстап түсіндіріп айтқан болатынбыз. Енді биылдан бастап бұл қаражаттың көлемін күрт азайттық. Биылғы алып отырған кепілдендірген трансферт 2,7 триллион, бірақ келесі жылдан бастап оның көлемі күрт азайтын болады. Келесі жылдан бастап. Бұл ненің әсерінен? Бұл экономиканың жандауына байланысты, әртүрлі салалардың орнына келе бастауына байланысты. Өздеріңізге белгілі, былтыр транспорт саласы мүлдем тоқтап тұрды. Карантиннің себебінен автомобильдер, автобустар, көптеген транспорттың бәрі тоқтап тұрды ғой, шын айту керек. Қалааралық байланыс, халықаралық байланыс деген сияқты, авиа байланыс бәрі тоқтап тұрды. Биыл ол транспорт жанданып келе жатыр, орнына келді. Одан кейін сауда-саттық өздеріңіз білесіздер, құлдырап кеткен болатын. Сауда-саттықтан түсетін салық көлемі ол өте қомақты. Сондықтан да бізде осы саудаға көңіл бөліп отырмыз, және де өңдейтін кәсіпорындар өсіп келе жатыр. Ауыл шаруашылығы және де құрылыс саласы қазір жанданып отыр, өздеріңіз білесіздер. Құрылыстың биыл енді материалдар бағасы өсіп жатыр, тағы да ол неден білдіреді? Ол деген құрылыстың жанданғанын білдіреді. Өте. Сосын жаңағы тұрғын үйге деген, ғимаратта деген сұраныс өте көп. Сондықтан экономика жандана берген сайын біз әрине ұлттық қордан алатын қаражатты барынша азайтамыз. Әрине, егер де бәрі жақсарып кетсе, мүлде ештеңе алмауға да, конечно, көңіл бөлеміз. Бірақ айналып келгенде ұлттық қордың жинақтау жағына көп көңіл бөлеміз. Тұрақтылық функциясына емес, жинақтау функциясына. Себебі енді қалай болмағанда да қазақша сөз бар, алмақта да салмақ бар деп. Сондықтан да мынау оның салмағын азайтып, келешек ұрпаққа, келешек болашаққа қомақты қаражат қалдыруға әрине бел буып отырмыз.
президент енді бюджеттің кірісін барынша арттыруымыз керек деді. Яғни шешім бір жолы айтып отырған осы жолдар, иә? Дұрыс айтасыз. Біз кірістің жаңағы жолдарын барынша арттырып, соларды кіріс жағын жоғарылатсақ, әрине жаңағы кез келген шығысты да жабуға мүмкіндік болады. Жалпы енді мынау кірістің шығыс жағынан аз болуы бұл жаңа бюджеттің тапшылығына әкеліп соғады. Тапшылық дегеніміз бұл жаңа бюджет экономикалық тілмен дефицит деп атаймыз ғой, бюджет дефицит дейміз. Сол келесі жылдан бастап сол бюджет дефицитін барынша азайту керекпіз. Аса бір алаңдап отыруға бір қауіп жоқ, керісінше жағдай жақсарады дейсіз ғой? Иә, мынау енді дұрыс айтасыз, анау айтқандай ұлттық қорға төніп тұрған қауіп жоқ. Ұлттық қор кезінде солай 2000 жылы өздеріңіз білесіздер, тұңғыш қазіргі президентіміз, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың шешімімен сол кезде бір дұрыс шешім қабылданған болатын. Яғни экономиканың жалпы жандану үшін, қолдау үшін осындай дағдарыс кезінде тиісті қаражаттарды жинақтап отыру үшін сол ұлттық қор құрылған болатын. Өте дұрыс шешім. 20 жылдан аса уақыт өтті. Сол ұлттық қор өзінің жаңағы қажеттілігін осындай кезде көмектесетін функцияларын дәлелдеп келе жатыр. Бұл да былтырғы жағдай соның тағы да нақты айғағы болып тұр. Маргарет Тэтчердің жақсы бір сөзі бар. Мемлекеттің ақшасы деген түсінігі жоқ, салықтың ақшасы деген түсінік бар. Дұрыс айтасыз, иә. Толығымен келісетін шығарсыз? Толық келісемін. Мен де өзі жүрген жерде елге айтып жүрем, айналайынан дүкенге барып, нан алсаң да, шай алсаң да міндетті түрде түбіртек чек талап етіп жүріңдер. Өйткені ол аурухана болсын, балабақша болсын, барлығы салықтың ақшасынан салынады ғой. Міндетті түрде. Енді көлеңкелі экономикамен қалай күресіп жатсыздар? Көлеңкелі экономика деген енді өздеріңіз білесіздер, бұл біздің ең негізгі қазір ұстап отырған бағдарымыз. Бұрындағы жылдары көлеңкелі экономика 30%-ке дейін жалпы ішкі өнімге шаққанда шарықтап тұрған болатын. Біз одан кейін осы соңғы 2 жылда кешенді түрде жоспарлар қабылдадық. Біраз шаруалар атқардық. Қазіргі кезде бұл 20%-ің маңайында қалыптасып отыр. Бұл да өте қомақты цифра, сома. Сондықтан да біз бұл көлеңкелі экономиканы түпкілікті жою керекпіз. Бұл бағытта біз кешенді түрде шаралар қабылдаймыз. Біріншіден бұл мынау жалпы салықтық әкімшілендіруді барынша цифрландыру. Қазіргі заманның талабына сай адами факторлар азайту, сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу және де бүкіл әкімшілендіру мәселелерін бәрін цифрлау жолға қою. Бұл жаңа біріншіден кеден саласы. Кеден саласы өздеріңіз білесіздер, өте сондай сыбайлас жемқорлыққа кішкене тән бір қасиеттері бар. Сол салада көп жаңағы көлеңкелі сауда жүріп отырады, сосын тауарлар сыртқа шығып кетіп отырады. Соның бәріміз жүйелі түрде жаңағы автомобильдердің өтіп жатқан жаңағы жалпы кез келген көлік түрлерінің барынша жаңағы ашық түрде тауарларды саудасын қадағалап отыру. Одан кейін жаңа біз әдейі кеден саласын түгел қадағалау үшін орталықтандырылған электрондық декларациялау орталығын салдық. Бұл орталыққа бүкіл біздің жаңа 30-ға жуық кеден нүктелері бар. Сол жерден, сол пункттерден тікелей ақпарат күнделікті түсіп отырады. Біз соны сараптап, қай жерде жаңағыдай осындай көлеңкелі жағына кету қаупі бар, соны алдын ала белгілеп, сол жерде тиісті шаралар қабылдаймыз. Және де біз 3-4 жылдың көлемінде алда келе жатқан негізгі кеден пункттерін барынша модернизациялаймыз, жаңғыртамыз. Яғни бұл жерде заманауи қондырғылар қоямыз, заманауи рентген аппараттарын қоямыз. Яғни кез келген өткен көлікті біз тез арада рентгеннен өткізіп, фото нелерін жасап, фотоларын жасап, оны орталықтан анализ жасап, талдап, сосын шешім қабылдайтын боламыз. Мұның барлығын жасанды интеллект деп отырмыз қазір. Жасанды интеллектті тәуекелсіздер жүйесіне енгізіп, толығымен бұны қолға алатын болатынбыз. Одан кейін мынау шетел мемлекеттерімен көршілес мемлекеттер бар, Қытай мемлекеті бар, сосын Өзбекстан бар, және де Еуразиялық одаққа кіретін мемлекеттер бар. Барлығымен тиісті шарттар бар. Жаңағы ақпарат алмасу. Яғни мысалы Қытайдан қандай да бір транспорт өтсе, осындай декларация жасап, осындай тауарлар өткізіп баратырмыз деп, біз оны алдын ала ақпарат аламыз да, сосын соны жаңағы тиісті құжаттармен салыстырамыз. Сол тауар алып келе жатқан тауар сәйкес келе ме, келмей ме?
яғни кез келген тасымалдаушы, жаңағы экспорттаушы, импорттаушы, ол мысалы біздің қаншалықты қондырғыларымыз бар екен, қаншалықты біздің тексеруге мүмкіндік бар екеніміз біле отырып, сондай жаңағыдай заң бұзушылыққа бармайды. Жақсы екен. Енді жалғыз енді қаржы министрлігінің қолынан да барлығын бірдей бақылау орнату мүмкін емес қой. Халықтың өзіне де көп нәрсе байланысты. Қоғамдық бақылау дейміз. Жаңа жүрген жерде түбіртек сұрап жүріңіздер деген сияқты. Халыққа қараттағы не айтасыз? Біз не істеуіміз керек? Енді халық тарапынан дұрыс айтасыз, мынау азаматтардың тарапынан үлкен жауапкершілік болу керек. Салық төлеу бұл жаңағы өзі бірнеше азаматтың дүниеге келгенде бірнеше борышы болады. Салық төлеу деген кез келген азаматтың борышы. Бұл конституциямызда, ата заңымызда көрсетілген. Сондықтан да бірінші кезекте әрбір азамат өзінің салық төлеуіне көңіл бөлу керек. Қазіргі таңдың өзінде, мысалы бүгін ақпарат шығып отыр, жаңағы жеке мүлік бойынша салықтың берешегінің өзі 3,5 миллиард теңге жуық деп. Яғни бұл шын айтсам бір қонатын жағдай емес, 3,5 миллиард теңге мүлік салығы бойынша ғана. Енді анау үлкен кәсіпорындардың салығын, сосын кәсіпкерлердің салығын, олардың бәрін қарасақ, олар бойынша берешек әрине көп, бірақ мынау жеке тұлғалар, халық өзінің күнделікті салығына көңіл бөлу керек. Себебі енді мүлік салығы, транспорт салығы, ол енді былай қарағанда көп ауыртпалық түсіретін салық емес, шын айту керек. Сондықтан да ең бір қынжылтатыны мынау өзіміздің Нұр Сұлтан қаласы, содан кейін Алматы қаласы, Шымкент алдыңғы шепте тұрды. Сондықтан да енді бұл үлкен қалаларда тұратын халықтың жаңағы қаржылық сауаттылығы жоғары болу керек қой. Соларды жаңағы сауаттылыққа шақырамыз. Сосын мен әрқашан айтып жүремін, мынау қаржылық сауаттылық төмендеп бара жатыр. Халықты сол қаржылық сауаттылыққа шақыру керек. Сосын мынау мектептерде, жоғарғы оқу орындарында арнайы пәндер болу керек деп ойлаймын. Сол жаңағы қаржылық сауаттылық. Неге бізде мынау әлгі пирамидаларға ұрынып жатады, немесе қандай бір алаяқтардың жетегінде кетіп жатады? Себебі бір сондай базалық білім болу керек. Өзінің қолында тұрған қаражатты дұрыс пайдалану керек, дұрыс банкке сала білу керек, дұрыс ұтымды жарата білу керек. Бірақ андай алаяқтардың өте көп алданып жатқан. Өте көп. Түркияға барып алданып жатқандарды көрген шығарсыз. Түркияға барып алданып жатыр. Сосын анау кейбір бір аты шыққан бір белгілі адамдар болса, артынан сеніп жүре береді бізде халық. Сол жағына көңіл бөлу керек. Ол әйгілі адамдардың жетегінде емес, нақты жаңағыдай ресми деректерге сүйену керек. Бұл жаңағы қаржы министрлігінің, ұлттық банктің, қаржы қадағалау агенттігінің, үкіметтің беріп отырған ақпараттарына, ресми ақпараттарға сүйеніп шешім қабылдау керек. Сол жағынан көп көңіл бөлмейді бізде, сондықтан да жаңағы орнап жатады. Енді салықты төлеу керек, оны тағы да осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мынау халыққа айтарым, қазір шын айту керек, салық төлеудің түрлерін біз жеңілдетіп қойдық. Өте жеңіл түр бар, мынау электронды түрде е-салық азамат деген. Нетін көшіріп ол, мобиль қосымша, өте оңай. Мобильдік жүктеме, сол қосымшаны кез келген тегін пайдалануға болады. Мен жақында президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы осы экспоның ішінде бір жақсы әлгі цифрландыру бойынша форумда осы е-салық азаматты өзім беташарын жасадым. Сол жерде көрсетіп бәрін түсіндіріп отыр. Ол жерде енді халыққа басқа қандай жағдай жасау керекпіз. Сол қосымша арқылы өзің салығының қанша сомасын көре аласың. Сол жерде карта шотың бар ғой, кез келген адамда бар ғой карточка. Соны байлап қойса, содан өзі алып отырады керегін. Артық сомасын алмайды. Керегін алып, бір жерге барып, бұрынғыдай әлгі есік тоздырып, сосын барып кезекте тұрып, бір реквизиттер толтырып, ол сосын бір салық бір ауданнан екінші ауданға кетіп қалып, содан қайтадан арыз жазып, қайтарып, ондай жағдай қазір мүлде келмеске кетті. Қазір осы цифрландырудың арқасында тек қана өзінің иінін толтырады, сосын қажетті құжат салығын көрсетсе, болды, автоматты түрде бюджетке аударылады. Ол артығын да алмайды. Керісінше артық сомасы керісінше қайтарылады автоматты түрде. Бұның бәрі адами факторларды жойып, тек қана толығымен цифрландыруға көшіп отырмыз. Естушем, Европада салық төлем уақытында төлемейтіндерді мәдениетсіз адам деп атайды деп. Яғни сіздің сөзіңізден түсінген, бізде салық төлеу мәдениеті әлі де көңіл көншітпейтін сияқты. Дұрыс айтасыз. Жаңа сіз бір үлкен өте өзекті мәселе көтеріп қалдыңыз. Расымен жаңа алаяқтарға алданып жатқандар көп қой. Көбісінің өзінің жалақысына көңілі толмайды. Одан кейін смартфондан танымал адамдардың өміріне қызығып, және сол
бір айда миллион теңгенің табудың жолын үйретемін деп жүргендердің өзінде бизнес жоқ көбісінде. 20 кітап оқып алған. Бұл өзі тез байып кету, жеңіл жолмен ақша табу, сондай бір психология бар сияқты қазір жастардың көбісінде. Енді қаржы сауаттылықтан бөлек. Сізге толығымен қосыламын, себебі заманымыз сондай болып кетті. Бұрын біз тез байығымыз кетеді. Бізде бұрын қалай болатын? Жалпы тәрбиеде бір үлкен, бір ғұлама, ақылды, бір дана кісілерді біз дәріптейтінбіз. Сондай кісі болды деп, сол кісілердің әлгі тұсауын кестіретін, аузына әлгі түкіртіп, қазақша айтқанда енді бір сондай болмасаң да ұқсап бақ деп Абайдың өзі әрбір әлгі кірпіш дүниенің тетігін таптап барқылан деп біз еңбекке баулушы едік. Қазіргі кезінде мынау бір жеңілтек желінің заманы болды да, кез келген бір алаяқ болсын, қандай да бір жаңағы атын шығару керек, блогер болсын, адам болсын, сондай бір жеңіл жолды тауып алады да, жаңағы Инстаграм бар, басқа да желілер бар, сол жерде жаңағы үрдіс болып жатқан нәрселерді салады, соны бір халықтың әлгі миын тұмшалап, соған еліктегіш, жалпы өзіміздің халқымыз еліктегіш қой, қандай да бір жақсы нәрсе болсын, жаман нәрсе болсын, кішкене тез еліктеп, тез қағып аламыз. Шын айту керек. Енді біздің қазақтың бұл бір жағынан жақсылығы да сондай, жақсылығы да бар. Себебі біз ана кез келген тілді, орыс тілі болсын, ағылшын тілін болсын, кез келген тілді, неміс тілін болсын, тез үйреніп аламыз. Бұл да бір жаңағы еліктеудің бір несі шығар, түрі шығар. Бірақ жаман жағын да көп алып қоямыз. Сондықтан да енді жалпы жастарға айтарым, көп еліктегеннен гөрі, сосын мынау әлгі жеңілдің әлгі үстімен ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүргенше бір дұрыс өзінің өмірдегі жолын таңдай білу, сосын ана базалық құндылықтар бар ғой, тәрбие бар, білім бар, соған көп көңіл бөлу керек. Әрине мынау инстаграмдағы өмір ол көп жаңағыдай жақсылыққа әкеле бермейді. Сондықтан да жалпы айтарым, енді ресми ақпараттар, жаңағы тәрбие, мектептен беріп жатқан жақсы дұрыс білім, соған көп көңіл бөлсе деген ойымыз бар енді. Жақсы, енді биылдан бастап жалпыға бірдей декларациялау үрдісі басталды ғой. Бұл бізге не береді? Жалпы енді біз қоғам болғаннан кейін бүкіл қоғамдағы мүліктің санын, сосын актив дейміз, экономикалық тілмен айтқанда, сол активтердің жалпы құнын, оның қаншалықты жаңағы өсіп отырған, төмендеп отырған сол активтердің қаншалықты заңды түрде сауда-саттыққа қойылып отырған, жалпы осы құндылықтардың қалай жүріп жатқанын толық білу керекпіз. Ол үшін біз әрбір сол мүлік бойынша, әрбір актив бойынша декларация жасау керекпіз. Бұны біз жалпы ұлттық декларация деп атадық. Бұған біз шын айту керек 10 шақты жыл бұрын бастаған болатынбыз. Осы 2021-ден бастап қана заң қабылданып, енді нақты кірістік. Ең алғы шепте биыл толығымен мемлекеттік қызметкерлер және де олардың жұбайлары, жақындары өтеді. Одан кейін барып квази мемлекеттік сектор дейміз. Сол секторды кіргіземіз. Сөйтіп жеке кәсіпкерлер сосын 2025 жылға қарай жалпы қазақстандықтардың толық мүлкі бойынша, транспорттық мүлкі, үй мүлкі, басқа да мүліктер, қаражат туралы толық мағлұмат біздің базада болатын болады. Яғни жаңа айтамыз ғой, біртіндеп мемлекетке халыққа құлақ асатын мемлекет, одан кейін мынау естуші мемлекет, сосын естуші мемлекет, сосын мынау бақылаушы мемлекет халық тарапынан, сосын азаматтық мемлекет деп келе жатырмыз ғой. Біртіндеп енді демократия деген, сосын жалпы мынау халықтық бақылау деген сол. Яғни егерде қаражатың нақты өзің тауып отырған қаражатың мүлкіңге сай келсе, яғни ешқандай сұрақ жоқ. Егерде тауып отырған қаражатың, жалақың сен осы тұрып жатқан мүлкіңге немесе сәйкес келмейтін болса, онда әрине сұрақтар туындайды. Одан салық төленді ме біріншіден? Ол қандай жолмен келді? Сондықтан да біз осының барлығын дұрыс, бұл да бір көлеңкелі экономиканың жаңағы күрестің бір түрі. Бұл деген енді негізгі айналып келгенде бұл жүйелі түрдегі күрес. Себебі біз қазір бүкіл базаға кіргізіп алғаннан кейін енді цифрландыру заманында біз кімнің қандай ақша тауып отырғанын білеміз, кімнің қандай мүлік алып отырғанын білеміз. Яғни талдап оны сосын шешім қабылдауға толығымен мүмкіндік болады. Сондықтан да халықты мынау
керісінше көбісі бұл түсінбей жатыр ғой. Жалпы ұлттық декларацияға дұрыс көңіл бөлу керек. Қазірден бастап әлгі заңсыз тұрған мүліктер болса, біреудің атына, тағы да әлгі туысқанның атына, біз енді қазақта солы ғой. Жалпы Құдайға шүкір туысқан көп болған жаза береді бірінің атына бір. Ертең сосын заңдастырып аламын ғой дейді. Бірақ кейін сол заңдастыру кезінде де проблема болып жатады. Екі жаңағы туыстың арасында. Сондықтан да қазірден бастап соны заңдастырып, сол өздерінің атына жазатын дұрыс құжаттарын ретке келтіріп, бұл тұрғыда өздеріңіз білесіздер, бұған да біз ұзақ уақыт келдік. Біздің Қазақстан тарихында бір емес 2-3 легализация деген болды, өздеріңіз білесіздер, легализация. Соның ішінде мүліктерді заңдастырдық, одан кейін ақшаны заңдастырдық, сосын жаңағы шетелде жүрген қаражатты заңдастырамыз деп, соның бәрін түбіне келіп, енді осы жалпы ұлттық декларацияға келіп отырмыз ғой. Сондықтан да бүкіл мынау экономиканың бар жоғын, қаншалықты актив бар екен, сол енді былай айтқанда экономикалық мүлікке санақ деп айтуға болады ғой. Қазір халыққа санақ жүріп отыр сол сияқты. Бұл бір жол. Екіншіден енді президент осы жол тағы да жолдауында айтты. Бюджеттің ақшасында барынша бақылауды күшейтуіміз керек деді. Бұның ар жағында сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесі жатыр. Қаншалық күшейте алып жатсыздар? Бақылауды орнатуды. Енді бұл бақылауды орнату біздің қаржы министрлігінің негізгі функцияларының бірі. Негізгі міндетіміз бірі. Сондықтан да біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бірінші күннен бастап, президент болған күннен бастап осы қаржы саласына көп көңіл бөліп келе жатыр. Қаржылық бақылау дегеніміз не? Бұл біріншіден бізде бақылау органдары бар арнайы. Бұл есеп комитеті, одан кейін біздің қаржы министрлігінде арнайы комитет бар, ішкі аудит комитеті, мемлекеттік ішкі аудит комитеті. Одан кейін жергілікті жерлерде ревизиялық комиссиялар бар. Солардың тарапынан өзінің жүргізетін іс-шаралары бар. Яғни бюджеттен бөлінген қаражат тиімді пайдаланды ма, жететін нүктесіне жетті ма, жоқ жете алмай қалды ма, содан кейін қаншалықты дұрыс жетті, заңды түрде жетті ма, заңдысыз түрде жетті ма, және де жаңағыдай қолма-қол ақшаға ауып кету жағы болды ма, соның бәрін біз бақылап отырамыз. Әрине егер де ондай фактілер болса, біз оны әлгі құқық бұзылу жағы табылып жатса, біз оны құқық қорғау органдарына беріп отырамыз. Олар арқылы өздерінің оперативтік іс-шараларын атқарып отырады. Сондықтан да бұл жерде кешенді жұмыстар атқарылып отыр. Өздеріңіз кеше ғана естіп жатсыздар ғой, мынау әлгі ауыл шаруашылығына берілген субсидияларды бірнеше облыста қазір антикор өздерінің операциясын жүргізіп әшкерелеп жатыр деп. Ол жерде біздің де деректер бар, жаңағы ішкі мемлекеттік аудит тарапынан берген құжаттар бар. Соңында деректер айғақ болды, және қаржы министрлігінің басқа да құрылымдық бөлімшелері біз берген есептер бойынша, және де ауыл шаруашылық министрлігінің өзінің де басшылығы тарапынан инициатива болды. Сондай бүкіл субсидияларды қайта тексеру керек деді. Президентіміз де оны айтқан, субсидия қайда кетіп отыр? Нағыз сол жаңа өзіміз ауыл шаруашылығын дамытуға кетіп отыр ма, жоқ арасында жүрген әлгі алаяқтар немесе қолдап отқан адамдардың қалтасына кетіп отыр ма? Соны дұрыс тексеріп отыр. Бұл да бір үлкен мәселе. Сосын өздеріңіз білесіздер, былтыр пандемия басталған кезде ауыл жер болсын, қалалы жер болсын, бәрі енді оқудың бәрін онлайнға көшірдік қой. Былтыр бір жыл онлайн оқып шықты балаларымыз бәрі. Сол жерде әлгі планшет, компьютер, сосын жаңағы әртүрлі смартфондар алуға біраз қаражат бөлінген қомақ мемлекеттің тарапынан, резервтен. Сол қаражаттың да жаңағы өздеріңіз биыл енді ашкерленіп жатыр ғой. Бәрі сол дұрыс жетпеген, жетсе де жаңағы техника дұрыс алынбаған, техниканың ішінде де жаңағы ақаулары бар, істейтіні бар, істемейтіні бар. Әрине ондай енді осындай фактілердің бәрін біз осы өзіміздің қолымыздағы бақылау жүйесі арқылы әшкерелеп шығарып отыру керек. Бірнеше функцияны атқарып отыр екенсіздер ғой сіздер? Бізде өте көп. Содан кейін енді тағы бір жақсы үрдіс бар. Бұл жалпы халықаралық тәжірибеде орын алған мынау азаматтық бюджет деген бар. Бұл азаматтық бюджеттің негізгі мәселесі бұл жергілікті бюджеттердің ашықта таза қабылдануына мүмкіндік береді. Мысалы, бір ауылды жерлерде бір көшенің жаңағыдай осындай шамдары дұрыс жұмыс істемейді деп ойлайық. Бірақ олар алады да бордюр ауыстырады.
Иә. Сол кезде мақсатсыз бордюр керегі бар ма, керегі жоқ, бұл дұрыс бордюр мысалы жарылып әлгі сынып немесе қирап жатқан дүние ешқандай дәнеңесі жоқ, бірақ аппараттағын жаңағы бордюр ауыстырады. Жаны жеріне тидіңіз ғой. Бірақ мынау көшеде шам жоқ. Немесе мынау біздің мектептердің дәретханасы далада. Сондай нәрсеге ауыл азаматтары немесе жаңағы аудан азаматтары өздері көңіл бөліп бірінші кезекте айту керек, ұсыныс беру керек әкімге. Біздің осы алдымыздағы жылғы бюджеттік жылда осындай мәселеге бірінші кезекте басымды түрде көңіл бөліңіз деп. Осыны біз жаңағы азаматтық бюджет деп айтамыз. Қазір оның осы биыл президент ол бұрын көлемі бізде 0,5% қана болды. Қазір кемінде 5%-ке дейін көтеріңдер деді. 5-інде 5-10%-ке дейін көтеріңдер деп жатыр. Біз оны қазір көтеріп жатырмыз. Тиісті сосын жаңа әкімдіктерге тиісті түсіндіру жұмысын жасаймыз, жүргіземіз. Яғни олар жаңа халықпен алдын ала ақылдасып алу керек, мәслихатқа шығарады. Яғни әкім жылдың соңында келіп есеп бермеу керек. Жылдың басында халықпен кездесіп сұрау керек қой, жоспарлаған кезде дұрыс жоспарлау керек қой. Халыққа не керек нақты? Қазіргі кезде күйіп бара жатқан не бар, соны бірінші істеу керек. Шын осындай диалог болса, бүкіл өңірлерде халықтың өзінен сұраса. Дұрыс, солай болу керек. Кемінде енді әрине халық бәрін түсіне бермейді. Мысалы бір ТЭЦ керек деп айтайық да, жаңағы жылу электр станциясы керек деп айтайық. Оны халық бәрі түсіне бермейді. Ендігі жылы мысалы халыққа жылу жете ме, жетпей ме? Біздің өзіміздің жаңағы Астанамыздың өзінде де жылу немесе су кейбір жерлерге дұрыс жетпей жатыр. Себебі неден? Халықтың саны күрт өсіп отыр. Әрбір халық қала тұрғыны емес ауыл тұрғыны түсіне бермейді, біле бермейді. Енді ол жерде жаңағы студенттік жастағы да бар, адамдар бар, жаңағы жұмыссыз адамдар да бар, жұмыс істейтін адамдар бар, зейнеткерлер бар, оның бәрін біле береді. Әрине бұл да жаңағы халықтың жаңағы қаржылық сауаттылығына әкеліп тірелетін нәрсе. Бірақ айналып келгенде қандай да бір бөлігін халықтың алдына жаңағы саралауға шығару керек. Жақсы, өте бір жақсы дүниелер айтып жатсыз. Жаңағы еститін үкімет дедіңіз. Өзіңіз әлеуметтік желіде қаншалықты белсендісіз? Өзіңіз отырасыз ба, өзіңіз оқып отырасыз ба? Мен әлеуметтік желіде 15 жыл бұрын ба ашқан Фейсбукте жаңағы нем бар, өзімнің постым бар, сол жерде Фейсбук арқылы тілдесіп отырамын халықпен. Және де біздің енді қаржы министрлігінің өзінің Фейсбукта орны бар, сосын жаңағы Инстаграмда бар. Мен енді Инстаграмда әлі ашып үлгерген жоқпын, бірақ Инстаграмда қаншалықты енді дұрыс әлеуметтік желі екеніне әлі көзім жеткен жоқ. Бірақ соған қарамастан қандай болса да қазір бірінші кезекте Инстаграм тұр екен, қолданушылар саны 6 миллион. Солай бар екен. Бірақ енді мүмкін осы жаңағы осыдан кейін мүмкін Инстаграмға да көңіл бөлетін шығармын. Бірақ Фейсбукта бармыз, және де кез келген WhatsApp, кез келген Telegram барлығында бармын. Күнделікті халықтың мұң-мұқтаждығын біліп отырамын, көріп отырамын. Қандай да бір біз туралы, қаржы министрлігі туралы, қаржы министрлігі туралы, біздің қызметкерлер туралы сын пікірлер айтылып жатса, мен бірден жаңағыдай өзімнің ұсынысымды білдіруге немесе жаңа кеңесін білдіруге немесе реакция білдіруге тырысамын. Себебі егер біреудің жанына батып жатса, бұл яғни қандай да бір проблема. Проблема болса оны шешу керек. Сондықтан мен көңіл бөліп отырамын ол жағына. Бірақ әрине уақыт бәріне жете бермейді. Бірақ тиісті тапсырма беремін. Осы жерге көңіл бөліңдер, осындай жерден сын пікір айтылып жатыр. Бірақ енді әртүрлі пікірлер болады. Әлгі сын пікірге қатысы жоқ, конструктивге қатысы жоқ, бір жай ғана дивандық эксперттер болады. Бірақ енді олардың бәріне көңіл бөлу мүмкін емес. Біз енді қазір барлық салаға келгенде данышпанбыз ғой, отырып талқылай береміз. Өткенде бір ресейлік губернатордың бір сұхбатын көріп шықтым. Айтады, бұрын жұмысымыз бұндай қиын болған жоқ еді дейді. Неге десе, әлеуметтік желі пайда болғалы моральдық тұрғыда жұмысымыз қиындады қазір дейді. Енді кері байланыс орнату деген бар, сұрағына жауап беру, қандай проблема болмаса сіздер тектеп кетеді, парақшасында. Бұл сізге көмектесу ме әлде кедергісі көп па сіздің жұмысыңызға? Дәл осы әлеуметтік желінің. Шын айтсам, егер өзім математик болғаннан кейін 70-30 деп айтайын. 70% көмектеседі, 30% кедергісі дейді. Кедергі жағы, шын айтқанда мен әлгі жұмыстың олқылығы жағынан емес, оған реакция беру керекпіз. Оған бір қандай да бір комментарий беру керекпіз. Немесе егер сотқа беретін болса, сотқа беруге дейін уақыт алады да. Сосын ол дау-дамай туғызады. Сосын мен енді өзім көп жағдайда өзіме қобалжымаймын. Бәріміз енді адам баласы болғаннан кейін жақындарыңа, әсіресе әке-шешеңе ауыр тиме деп содан уайымдайсың. Әйтпесе әрине жұмыс болғаннан кейін кез келген
ер азамат болғаннан кейін кез келген сынды да сын пікірді көтеруге дайынбыз. Айтпақшы енді биыл егемендік тәуелсіздігімізге 30 жыл, қаржы министрлігіне 100 жыл деп жатырмыз. Құтты болсын мерейтой біріншіден. Екіншіден қандай да бір енді мерейтойға арналған үлкен шаралар ұйымдастырыла ма? Қандай жоспар бар? Жалпы енді біз үлкен бір тойларды жасамасақ та, бір құнды нәрселерге көңіл бөліп отырмыз. Біріншіден дұрыс айтасыз, енді егеменіміздің 30 жылдығы тәуелсіздігіміздің. Одан кейін мынау қаржы министрлігінің жалпы құрылып жұмыс істеп келе жатқанына 100 жыл болыпты. Бұны біз біріншіден жақында қаржыгерлер аллеясы деп оң жағалаудан анау доллар деп аталатын ғимарат бар ғой, соның алдынан ол жерде біздің қаржы министрлігінің комитеттері отырады. Сол жерден бір бақ ашуды жөн көріп, сол жерге біраз ағаштар отырғыздық. 100 ағаш деп басында енді 100 ағаштан бастадық, 100 жылдық болғаннан кейін. Ол жерде бір енді кейін халық үшін жақсы бір комфортты, сосын бір демалатын бір орын болсын деп, қалаға деген бір сыйымыз болсын деп өзіміздің жаңағы инициатива білдіріп сол жерге ағаштар ектік. Одан кейін енді мынау 15 қараша өздеріңіз білесіздер, қаржыгерлер күні. Соған аралап біз арнайы конференция өткіземіз, жиын өткіземіз. Сол жерде бір құнды нәрселерді дәріптеп, сол жерде көтереміз. Яғни біздің жалпы қаржыгерлердің өзінің марапаты бар. Қаржы қызметінің үздігі деген. Сол марапатқа ие азаматтарды марапаттаймыз. Одан кейін өзіміздің жаңағы алғыс хаттарымыз бар. Қаржы саласында жаңағы 20-30 жыл қызмет етіп келе жатқан адамдар өте көп. Олардың еңбегін атап өту керек. Әрине бәріне мемлекеттік награда беру мүмкін емес қой. Бірақ көңіл білдіріп, жаңағыдай өзің дер кезінде зейін қойып отырсақ, ол азаматтардың еңбегін дәріптеп отырсақ, әрине болашақ ұрпаққа үлкен үлгі. Одан кейін қазір мынау менің қаржы министрлігім деген эсседен жарыс өтіп отыр. Оның да бір жақсы жеңімпаздарын атап өтеміз. Сосын жақында мен мынау Жан Ақжанов деген жазушымен кездесіп, ол кісі өзі келіп маған өте бір жақсы құндылықты, рухани құндылықтарды бір алға тартып отырған кісі екен. Бүкіл аумақтарды аралап шықты, біздің қызметкерлерімен түгелімен кездесіп шықты. Сосын мынау әлеуметтік жағынан көңіл бөлу біздің қызметкерлерге, жұмыскерлерге. Сосын олардың жұмысындағы жаңа рухани мәселелерді көтеріп, сосын қандай проблемалар бар, соны бәрін аралап өзінің жаңа пікірлерін білдіріп отыр. Сол кісі біздің конференциямызға қатысып, өзінің пікірін білдіріп, сосын жаңа бір үлкен өзінде тарапынан бір құттықтаулар болады екен, соған көңіл бөлеміз. Одан кейін біз енді қаржы министрлігінің 100 жыл болғаннан кейін бір белгілерді шығарып отырмыз, төс белгілерін арнайы 100 жылдық арнап. Олмен де жаңағы ардагерлер бар біздің, қанша жыл қызмет еңбек еткен. Сол ардагерлеріміз шақырып, сосын бұрынғы қаржы министріне жұмыс істеген министрлер бар. 90 жылдан бастап, тәуелсіздігіміздің басынан бастап, осы 30 жылдың көлемінде 14 қаржы министрі жұмыс істеп, соның 13-і осы менің алдымда болған. Сол кісілердің еңбегіне байланысты біраз құнды дүниелерді жариялаймыз. Сол кісілерді шақырып, сол кісілердің жаңағы мүмкіндігі болса, біздің конференцияға қатысуға ниет білдірсе, солармен тілдесеміз. Сосын жаңа бүгін осы постымызды бастадық. Алдымызда жұмыс істеп кеткен министрлердің еңбегіне қатысты құнды дүниелерді жариялауды. Сондықтан соны халық арасынан егерде қызығушылық болса, оқи отыруына болады, таныса отыруына болады. Бұл да бір енді біздің жалпы тәуелсіздікке қосқан осындай бір іс-шараларымыз деп түсіну керек. Жақсы, тағы бір сұрағым қалды. Қазір мына пандемиядан кейін шағын орта бизнес онсыз да шатқаяқтап тұрған жақсы білесіз. Сіздер өткенде осы тексеру мораторийді алып тастап сұрадыңыздар ғой? Неге? Бұл жерде мораторий демекші, бұның маңайында біраз шу туындап кетті. Себебі мен өзімнің әлгі бұл президентіміздің жолдауынан кейін болған нәрсе ғой. Біраз тапсырмалар берілді, біраз әлгі табыс көзін көбейту керек деп. Бірақ мен енді бұл жерде қаржы министрлігі тарапынан біраз ұсыныстар болған. Қаржы табыс көзін көбейтуге байланысты. Бірақ мораторийға біз тікелей алып тастауға ниет білдірген жоқпыз. Бұл жерде негізгі мәселе табыс көзін арттыру барысында мынау заңды сақтамайтын кәсіпкерлер туралы сөз қозғадық. Яғни бұндай кәсіпкерлер бар. Себебі бізге 2020 жылдың өзінде 20 мыңға жуық шағым түскен. Қаржы министрлігіне 20 мыңға жуық. Қандай шағымдар бұл?
жаңағы халық тарапынан, азаматтар тарапынан мынау сауда саттық жасаған кезде түбіртек бермейді. Квитанция дейміз ғой, чек бермейді екен кәсіпорындар, кәсіпкерлер. Бұлар енді бізге шағыммен жүгінеді, бірақ біздің тарапымыздан ешқандай реакция жоқ. Олар сосын айтады, мынау қаржы министрі тарапынан ешқандай реакция жоқ, ешқандай іс-шара қабылданбай жатыр деп біздің өзімізге жаңағындай айып тағып отырды. Біз айтамыз, енді біз қалай барып тексере аламыз, себебі қазір шағын микробизнеске мораторий жарияланған. Оларды біз тексере алмаймыз. Жаңа сіздің шағыңызды алып тексерсек те, оған ешқандай шара қабылдай алмаймыз. Біздің алға тартып отырған мәселеміз мораторияны толығымен алып тастау емес, осы мораторий кезінде осындай шағымдар болған кезде біз өзіміздің тарапымыздан қандай шаралар қабылдай аламыз осы заңды сақтамайтын кәсіпкерлерге. Біз осы мәселе төңірегінде жаңағындай ұсыныстар берген боламыз. Әрине бізге жаңағыдай сын пікірлер айтылды, бұл халық тарапынан да, бизнесмендер тарапынан да, депутаттар тарапынан да. Бірақ енді біз қазір осы тұрғыда біздің кірістер комитеті, мемлекеттік кірістер комитеті бизнеспен ақылдасып бір дұрыс шешім әзірлеп жатырмыз. Рахмет. Енді Ерұлан мырза, сізге бірден айтайын, анда экраннан көреміз ғой, түріңіз өте сұсты болып көрінеді. Мен қазір өзім қатты риза болып отырмын. Харизма, қарапайымдылығыңыз, тілге жаттығыңыз, осындай өзіңізде жас айтары бар, ашық қашанда сұхбатқа. Осындай менеджерлер көбейе берсін деп тілейміз. Жаңа айтып жатсыз ғой, хан айтқан сөзді қарада айтады, бірақ аузының дуасы жоқ дейді. Ағартушылық, жаңа қаржылық сауаттылық. Сіз ертеңнен қалмай Инстаграмға тіркеліңіз. Қарапайым халық осыны үнемі жеткізіп, бір үндеуіңізді жолдап отырсаңыз, біз де барынша қолдап отырамыз. Жақсы, онда міндетті түрде осы жақын арада Инстаграмнан өз парақшамды ашып, мүмкін дұрыс айтасыз, халықпен жақын болу үшін Инстаграмда қазір қажет дүние шығар. Мен басында енді дұрыс мойындамай жүргем, әрине бір Инстаграмда жеңілтек дүние сияқты бір күнделікті бір болмайтын нәрселер салып жатады ғой. Сосын анағы спорт немесе әлгі өнер адамдары көбінесе бір аудиториясы үлкен адамдар салып отырады. Енді мен мемлекеттік қызметкер ретінде ондай аудиториям көп болмаса да, бірақ айтатыным бар, халыққа береріміз бар. Осы дүниелерді соған жеткізуіміз керек. Бөлісетін нәрсеміз бар, сондықтан да міндетті түрде ашамын деп уәде беремін сізге. Осындай ашықтығыңыз үшін рахмет айтамыз. Рахмет, сіздерге де рахмет. Еңбегіңізге табыс тілейміз, отбасыңызға амандық. Осы бір індеттен аман-есен құтылайық. Уақытыңыз бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Құрметті көрермен, біздің Бақ-Кезет ақпараттық порталын оқып, желмая жобасын көре жүріңіздер. Аман жүздескенше.